Barşаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын шелпектің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Шелпегімізге қажетті заттар мен алдын ала ыдысыма салып алдым. 1 жұмыртқа, 1 ас қасық майонез, қант, тұз және де 200 мл осындай жылы су қажет. Және де ұн қажет үйлеу үшін. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды салып, қолға жабыспайтын жөп жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді кішкене бетін 15 минутқа жауып қоямыз. 15 минут өткен соң қамырымызды алып, майда бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен өзімнің табамның көлеміне қарай майдалау қылып жасап жатырмын, яғни кішілеуімен де таба. Сіздер де өздеріңіздің табаларыңыздың көлеміне қарай жасай берсеңіздер болады. Дөңгелектеп шықтық. Енді ұн себелеп, оқтаудың көмегімен жайып қоямыз. Қамырларымызды жайып алдық. Енді майымызды қыздырып, қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға шелпегімізді салып пісіріп аламыз. Мінекей осылай екі бетін қызартып алып пісіреміз. Майларыңыз қатты қызған болу керек. Егер қатты қызбаса, шелпектеріңіз жақсы шықпайды. 5 минутта ашытқысыз дайын болатын шелпектеріміз дайын болып шықты. Мінекей жөп жұмсақ, арасын қараңыздар, қандай керемет болып шыққан, таза піскен. Дәмі деген керемет. Көп уақытыңызды алмайды, жылдам дайын болатын шелпектердің бірі. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны белгісін басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті қарапайым рецепттер шығады. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сол үшін қазақ арнаның дамуын қолдап отырсаңыздар.